Пайғамбарлықтың 23-ші жылы Зулхиджа айының 9-шы жұлдызында Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Арафатқа келді. Ол мұнда адамзатқа қиямет күніне дейін азық болатын өсиеттер айтты. Бұл сөздерді 120 мың сахаба кірпік қақпай тыңдады. Бұл Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алғашқы әрі соңғы қажылығы еді. Осыдан кейін ол 80-ақ күн өмір сүрді. Адамзаттың сәруәрі өзінің соңғы құтпасында былай деді: Әй адамдар, мен Аллахтың баршаңызға жіберген елшісімін. Менің сөзіме құлақ түріңдер. Өйткені білмеймін, бәлкім бұдан кейін бұл жерде сіздермен тағы да кездесе алмайтын шығармын. Ей адамдар, сендер міндетті түрде Раббыларыңның алдына барасыңдар, және ол сендерден барлық жасаған амалдарыңнан жауабын алады. Әйелдердің құқықтарына құрметпен қарауға және бұл тұрғыдан Аллахтан қорқуға кеңес беремін. Сендер әйелдерге Аллахтың аманаты деп қараңдар. Олардың ар-намысын, ұятын Аллах атынан уәде беріп өздеріңе адал етіңдер. Сендердің әйелдеріңнің алдында, әйелдерінің де сендердің алдарыңда хақтары бар. Сендердің әйелдерінің алдарындағы хақтарың олардың отбасы ынтымағын сақтау, әрі сіздердің жақсы көрмейтіндеріңізді өзгеге табалатпау. Сіздерге кімнің нағыз мұсылман екендігін айтайын ба? Нағыз мұсылман тілімен және қолымен өзге адамдарға зиян тигізбейтін мұсылман. Кімнің нағыз мүмин екендігін айтайын ба? Негізінде нағыз мүмин адамдардың дүние мүлкі мен жандарын соған сеніп тапсырған кісі. Сіздерге кімнің мұхажир екенін айтайын ба? Нағыз мұхажир қателікті және күнә істерді тәрк еткен кісі. Менің сөздерімді мұқият тыңдаңдар. Сонда берекелі әрі құзырлы өмір сүресіңдер. Әсте зұлымдық жасамаңдар. Әсте зұлымдық жасамаңдар. Әсте зұлымдық жасамаңдар. Мұқият тыңдаңдар. Жеткіздім бе? Куә бол, уа Раббым. Ей адамдар, Аллахтан қорқыңдар. Оның тақуа құлдары болыңдар. Адамдардың ақысын жемеңдер, әрі жер бетінде бүлік шығарып, жамандық істемеңдер. Маған әулеттеріңіздің атағымен емес, игі амалдарыңызбен келіңіздер. Мен бүкіл адам баласына да, сіздерге де бірдей айтамын. Естеріңде болсын, пайғамбарлар үмметінің көптігімен мақтанады. Мені ұятқа қалдырып жүрмеңдер. Мен сіздерді Кәусар бұлағының басында күтемін. Ей адамдар, дінде шектен шықпаңдар. Сіздерден алдыңғылар дінде қатты кеткендіктен құрыды. Қажылықтың қағидасын менен үйреніңдер. Биылдан кейін тағы да қажылыққа келіп келмейтінімді білмеймін. Осы сөздерімді осындағылар мұнда болмағандарға жеткізсін. Сөздерімді естіген кісілер мұнда болғандарға қарағанда олар жақсы түсініп, жақсы сақтаулары мүмкін. Куә бол Аллахым, куә бол Аллахым.